Қайырлы күн, 7 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы 1848 жылғы революциялар Еуропада қандай саяси идеяларды қалыптастырды деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге 1848-1849 жылдардағы Франция, Австрия, Германия, Италиядағы буржуазиялық революциялардың себептерін анықтаймыз. Барысын сипаттаймыз, нәтижесін талқылаймыз, салдарын сараптайтын боламыз. Наполеон биліктен кетірілген соң, еуропалық елдерде абсолюттік монархиялық билік қайтадан қалпына келтірілді. Еуропаның алдағы уақытта қандай жолдармен дамитыны туралы мәселені талқылау үшін Австрия империясының астанасы Вена қаласында жеңімпаз мемлекеттердің корольдары мен дипломаттары бас қосты. Вена конгресі 1814 жылдың қыркүйегі мен 1815 жылдың маусымы аралығында жұмыс істеді. Вена конгресінің шешімі бойынша Еуропадағы мемлекеттердің шекаралары айқындалып, король әулетінің билікке келу құқықтары заңмен бекітілді. Алдағы уақытта революциялық қозғалыстардың таралуына жол бермеу мақсатында қасиетті одақ ұйымы құрылып, оған Ресей, Австрия, Пруссия монархтары мүшелікке енді. Алайда адамдардың бостандық пен әділдікке, халықтардың ұлттық тәуелсіздікке ұмтылуын тоқтату мүмкін емес еді. 19 ғасырдың 20-30 жылдарында Еуропада жаңадан революциялық бастамалар көтеріле бастады. 19 ғасырдағы қоғамдық саяси өмірге либерализм, консерватизм, социализм, коммунизм, ұлтшылдық секілді көзқарастар мен идеялар әсер етіп, бұлар жаңа революциялық толқулардың басталуына түрткі болды. Аталған ағымдардың өкілдері қоғамды өзгерту үшін парламентте жаңадан заңдардың қабылдануын, әйтпесе қайтадан революция жасап, билікті өзгерту мәселелерін көтерді. Бейбіт жолмен реформа жасаушылар либералдар, ал қарулы күрес арқылы саяси күреске араласушылар радикалдар деп аталды. 1848-1849 жылдары Еуропаның көптеген елдерінде революциялар болып өтті. Күшейіп келе жатқан буржуазия өзінің саяси құқығы үшін күресті. Оларды шаруалар, жұмысшылар, саудагерлер, қолөнершілер және қала кедейлері де қолдады. Осынау революциялық оқиғалар халықтар көктемі деген атауға ие болды. Революциялар барысында қойылған талаптар көптеген мемлекеттер үкіметінің реформалар жүргізуіне ықпал етті. 19 ғасырдың ортасында Еуропада қандай драмалық оқиғалар болып өткенін осы сабақта егжей-тегжейлі талдайтын боламыз. Олай болса, алдымен жұмыс дәптеріне экранда берілген Еуропадағы 18-19 ғасырлардағы қоғамдық саяси ағымдар кестесін түсіріп алайық. Халықтар көктемінің отаны Франция еді. Вена конгресінен соң елде монархия қалпына келтіріліп, 18 Людовик таққа отырды. Оның өлімінен соң билікті 10 Карл қолына алды. Бұл кезеңде феодалдық тәртіпті күшейтуге бағытталған саясат жүргізілді. 1830 жылы екінші француз революциясы болып өтті. 1830-1848 жылдар аралығында Францияны король Луи Филипп билеп, халық оны буржуа король деп атап кетті. Оның басқаруы тұсында сайлау құқығына тек ауқатты азаматтар ие бола алатын заң қабылданды. Яғни сайлауға тек тұрғындардың 1% ғана қатыса алды. 1847 жылы экономикада ауыр ахуал қалыптасты. Бұл өндірістің құлдырауына, жаппай жұмыссыздыққа және бағаның өсуіне әсер етті. Жығылғанға жұдырық демекші, 2 жыл қатарынан елді құрғақшылық жайлап, егін шықпай қалды. Жұмысшылар мен кедейлердің билікке наразылығы артты. Олар революциясыз өзгерістер арқылы биліктің ауысуын талап ете бастады. Билік болса, халықтың талабын елегісі келмеді.
1848 жылы Париж тұрғындары Тюильридегі король сарайын басып алды. Луи Филипп Англияға қашты. 25 ақпан күні уақытша үкімет елде республика орнағанын жариялады. Дворяндық айырым белгілері жойылып, 21 жасқа толған әрбір ер адамға сайлау құқығы берілді. Баспасөз бостандығына рұқсат етілді. Жұмысшыларға арналып ұлттық шеберханалар ашылды. Жұмыссыздар төмен болса да күніне 2 франк еңбекақыға қол жеткізді. Алайда бұл шаралар жұмыссыздық толқынын еңсеруге мүмкіндік бермеді. 1848 жылдың маусымында Парижде жұмысшылардың ереуілі басталды. Халықтың көңіл күйін бұзбас үшін ереуіл армияның күшімен басылды. 1848 жылдың қарашасында Францияның конституциясы қабылданып, мемлекет басшысы ретінде президент лауазымы енгізілді. Президентке заң шығарушы жиналыстың келісімінсіз министрлерді тағайындауға және қызметінен алуға рұқсат етілді. 1848 жылдың желтоқсанында Франция тарихында тұңғыш рет президентті халықтың тікелей сайлауы ұйымдастырылды. Ал президент болып Наполеонның жиені Луи Наполеон Бонапарт сайланды. Оның сайлауалды бағдарламасында тұрғындардың барлық талаптарына ескерілетіні туралы уәде көп болғандықтан, шаруалар, жұмыссыздар және ұсақ кәсіпкерлердің кең қолдауына ие болды. Бірақ Луи Наполеон француздардың үмітін ақтамады. 1852 жылдың 2 желтоқсанында Францияда монархия қалпына келтіріліп, екінші империяның құрылғаны жарияланды. Луи 3 Наполеон деген есіммен Франция императоры болып таққа отырды. Император республика кезіндегі қол жеткізілген жетістіктердің барлығын жоққа шығарды. Жалпыға бірдей сайлау құқығын өзгертіп, парламентті таратып жіберді. Бұған қарсылық танытқандарды үкімет қарулы әскердің күшімен жазалады. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауапты табыңыздар. бір 1815 жылы Австрия империясында Габсбургтер әулетінің билігі қалпына келтірілді. Көп ұлтты империя құрамында Австрия, Чехия, Венгрия, Хорватия, Трансильвания немесе Румыния, Галиция, Солтүстік Италия немесе Ломбардия, Венеция корольдігі енді. Австриялықтар барлық ел тұрғындарының 19%-ын ғана құрады. 1847 жылы құрғақшылық салдарынан ел экономикасы тығырыққа тірелді. Франциядағы оқиғалар туралы ақпараттар Австрияға жетісімен 1848 жылдың 13 наурызында ірі қалаларда толқулар басталды. Нәтижесінде сәуір айында жаңа конституция қабылданды. Австрия конституциялық монархияға айналып, 2 палатадан тұратын заң шығарушы орган Рейхстаг шақырылды. Төменгі палата депутаттарын орташа ауқатты азаматтар сайласа, жоғары палата депутаттарына дворяндар дауыс берді. Ал кейбіреулерін императордың өзі тағайындады. 1848 жылдың желтоқсанында император болып билікке Франц Йосиф келді. Ол конституцияға өзгертулер енгізіп, Рейхстагты таратып жіберді. Осылайша Австриядағы революция жөргегінде жатып тұншықтырылды. Австрия империясының құрамындағы Венгрияда революция 1849 жылдың 15 наурызында басталды. 14 сәуірде Венгрия парламенті елдің тәуелсіздігін жариялады. Жаңа үкімет шаруалар реформасын жүзеге асырды. Яғни, шаруалардың міндетті салығы баршина мен шіркеуге берілетін ондық төлем алынып тасталды. Шаруа меншігіне феодал жерінің 1/3 бөлігі өтті. Жалпыға бірдей салық төлеу туралы заңның қабылдануы дворяндар мен дінбасылардың мәртебесінен айырылғанын айғақтады. Венгрия корольдігінің барлық халықтары саяси бостандыққа ие болды. Алайда саны аз ұлттарға тәуелсіздігін жариялауға рұқсат берілмеді.
1849 жылдың маусымында Франц Иосифтің өтініші бойынша Ресей Венгрия жеріне әскерін жіберіп, революцияның отын өшіруге кірісті. Сыртқы интервенция кесірінен Венгрия тәуелсіздігін ала алмай, Австрия құрамында қалып қойды. Австрия мен Венгриядағы революциялар жеңіліс тапқанымен, бұл оқиғалар буржуазияның күшеюіне, конституцияның қабылдануына, шаруалардың феодалдар езгісінен белгілі көлемде ақы төлеп бостандығын алуына ықпал етті. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауабын табыңыздар. Орта ғасырларда бөлшектеніп кеткен Германия 19 ғасырда бас-басына би болған өңкей қиқым қалпынан өзгермеді. Саяси бытыраңқылық, ішкі кедендік алымдар, қолөнер цехтарының сақталуы, шаруалардың помещиктерге тәуелділігі, абсолюттік монархияның сақталуы өндірістің өсуіне, сауданың дамуына тұсау болды және капиталистік қатынастардың дамуына кедергі жасады. 1845-1847 жылдардағы құрғақшылық экономикалық дағдарыс туындатты. Бұл өз кезегінде халықтың көңіл-күйіне әсер етті. 1848 жылғы ақпандағы Францияда болған революцияның самал желі көршілес Германиядағы әртүрлі мемлекеттерге де жетті. Азаматтар баспасөз бостандығын, алқабилер сотын енгізуді, жалпы германдық парламентті шақыруды талап ете бастады. Нәтижесінде ескі тәртіпті сақтап қалғысы келген үкіметтер отставкаға кетіп, орнына либералдық көзқарастағы буржуазия өкілдері билікке келді. Алайда жұмысшылар мен қолөнершілер жалпыға бірдей сайлау құқығын енгізуді және жұмыспен толықтай қамтамасыз етуді талап ете бастады. 1848 жылдың 18 наурызында Германиядағы мемлекеттерде революция басталды. Халықтың толқуынан қорыққан германдық монархтар құрылтай жиналыстарын шақыруға және конституция қабылдауға келісімдерін берді. Мамыр айында Майндағы Франкфурт қаласында жалпы германдық парламент өзінің жұмысын бастады. Оған сайланған депутаттар монархиялық режимді сақтап қалу арқылы Германияны біріктіруді алдарына мақсат етіп қойды. 1849 жылдың наурызында қабылданған конституцияға сәйкес азаматтарға бірқатар жеке құқықтар берілді. Ақсүйектер мен дінбасылар айрықша мәртебелерінен айырылды. Қос палаталы парламентке заң шығару билігі ұсынылды. Біріктірілген Германия императорының орны мен атқарушы билік басшысы лауазымы Пруссия королі Фридрих Вильгельмге ұсынылды. Алайда ол таққа отырудан бас тартты. 1849 жылдың маусымында парламент таратылды. Пруссия королі Фридрих Вильгельм конституцияға қайтадан өзгертулер енгізіп, сайлау құқығына тек ауқатты азаматтардың ие бола алатынын және ақсүйектер мен дінбасыларға бұрынғы атақтарының қайтадан қайтарылатынын заңмен бекітіп берді. Италия бірінші Наполеон тұсында біріктірілгенмен, ол биліктен бас тартқан соң ел 8 корольдіктерге бөлінді. Ал солтүстік шығыс бөлігі Австрия құрамына енді. Барлық италиялық мемлекеттерде монархтардың билігі қалпына келтірілді. Саяси бытыраңқылық елдің экономикалық жағынан артта қалғанын көрсетіп берді. 1848 жылғы әлемдік экономикалық дағдарыс пен феодалдық тәртіптің сақталуы капиталистік қатынастардың дамуын тежеді. 1848 жылдың 12 қаңтарында Палермода көтеріліс басталды. Ақырындап толқу бүкіл Италия аумағына жайылды. Халықтың талабынан сескенген монархтар көктемде өз мемлекеттерінде конституцияны енгізді. Наурызда австриялықтар ел аумағынан қуылып, Венецияда республикалық билік орнады. 1849 жылдың басында римдіктер көшеге шығып, папа билігін жоюды талап етті. Ал Рим папасы шетелге қашып кетті. Алайда сәуір айында Франция Римге әскер енгізіп көтерілісті тұншықтырды. Тамызда австриялықтардың қысымымен
Венециядағы республикалық билік құлатылды. Габсбургтер әулетінің билігі қайтадан қалпына келтірілді. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауабын табыңыздар. Тапсырма. 1848-1849 жылдардағы революциялар Еуропада әртүрлі саяси идеялардың ықпалында өтті. Олардың ішінде либерализм, консерватизм, национализм және социализм ерекше орын алды. Ендеше 4 топқа бөлініп, осы елдердегі әрбір ағымның ықпалына мысал келтіріңіздер. Үйге тапсырма. 19 ғасырдағы революциялық идеялардың Еуропаға әсері тақырыбына тест әдісімен талдау жасап келіңіздер.